Бірақ 3-ші, 6-ші, 8-ші сынып 100%, былтыр 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптар оларда 100% болған. 1-ші сынып жалпы жаңартылған көшіп жатқан сыныптың барлығы оқулығы 100% бізде қамтылады. Оқулықпен қамту мәселесі бізде дұрыс жолға қойылған, жақсы жұмыс жасап отыр ол. Қыстың қамын жаз ойла, қыс шанаңды жаз сайла. Күз келіп қаһарлы қыстың ызғары байқалған сайын осы бір мақалды жиі естиміз. Бірақ облыс орталығы Түркістан қалалық білім бөлімі бұрынғыдан қалған тәсілді ерте еске алыпты. Себебі қалалық бөлім өзіне қарасты білім беру ұйымдарын жайдарлы жаз аяқталмай жатып қысқа дайындап үлгерген. Тілші тарқатып айтады. Түркістан қалалық білім бөліміне қарасты 35 мектеп пен 21 балабақша және 5 мектептен тыс мекеме бар. Оның 5-еуі орталықтандырылған жылыту жүйесіне қосылған. Қалғаны қатты отынмен жылытылады. Сол мекемелердегі бүлдіршіндердің қыста тоңбауы үшін биыл қалалық білім бөлімі 92.891 мың теңге қаражат бөліпті. Бүгінде құжаттандыру, жеңімпазды анықтау мәселесі бойынша барлық жұмыстар аяқталған. Мектептерге бір айға қажетті отындар жеткізіліп, қазандықтардың жайы тексерілген. Жалпы біз қазір мектептің жаңа оқу жылына дайындығы бойынша акт готовность дейміз, дайындық несі актісі сол 100% барлығында қаралып, қазіргі таңда барлық дайын жаңағыдай қысқы маусымға. Төтенше мынау СС бәрі дайындығын тексеріп, солардың барлығы қазір дайын деп не беріп отыр, рұқсат беріп отыр мектептерге. Әлшер Набай атындағы мектеп гимназиясында 1200-ден астам бала білім алады. Кезінде әр бөлмеге пеш жағу арқылы жылытылған. Бұл білім ошағы бүгінде бір қазандықтың көмегімен жылиды. Оқушыларға қазақ және өзбек тілдерінде дәріс беретін мектептің қатты отынға деген жылдық қажеттілігі 350 тоннаға жуық. Мектеп басшылығының айтуынша қазір қажетті отынның басым бөлігі жеткізілген. Енді мектептің жағдайы жақсы. Бұдан 5-6 жыл бұрын біз жаңадан от жағу бөлмесін салып, жылыту жүйесін жөндеуден өткізгенбіз. Осы аптаның ішінде тағы да аламыз көмір. Негізінде қаладағы орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылмаған 55 білім беру ұйымын жылыту үшін бір маусымда 8968 тонна көмір мен 135 тоннадан астам сұйық отын қажет. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Талғат Елеубеков, Нұридин Ысқақов, Тұран Ньюс.